мамам түрмеге түсіп, сол мені түрмеде туды. И мынандай жүрегінде бәрібір қорқыныш болды, мынау қай жерге мені алып келді дегендей. И сол кезде мен көп орыс адамдарды көрдім. Сонда балаларда ата-ана бола ма деп ойланып қалдым да былай. Қалай сонда? Мен әке-шешем қайда деп сонда ойланып қалдым мен сөйтіп. Қарным ашқанда жаңағы сиырлар, нелер, қоралар бар ғой, соларға кіріп жүгері бар ғой, соны таяққа тығып мусоркадан жарит етіп жейтімін. Қарным аш қой енді. Сөйтіп әйтеуір 1 жыл өмірім сол жерде өтті. Сенің маман түрмеде отыр деді. Бірақ сен өзің маманна керек емессің деді. Ол тура маған сөйтіп айтты. Мен өмір сүргім келмейді деді. Мен шаршадым деді. Тура сөйтіп айттым да. Айтпа, сенде бәрі бар ғой. Не үшін өмір сүргім келмейді? Мен айттым, мына жерім пустой да. Ал саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі күнде бізде Лайткаст подкасты және 3-ші бөлім, 3-ші түсірілім. Бүгін бізде қонақта өзім көп күткен қонағымыз, өзім көп осындай армандаған десем де болады. Бибігүл тәтеміз, рахмет сізге келіп отқаныңызға, бүгінгі осындай студиямызға. Сіздің өміріңізді естіген кезде мен таң қалдым. Таң қалумен орай андай шок дейді ғой, былайша айтқан кезде. Шок болдым, қалайша бұл кісі қазір тірі жүр деген сияқты, осынша әртүрлі жағдайлардан өтіп дегендей. Сондықтан да көрермендер, сіздерге тілеймін, бүгінгі күнде өзі осы подкастты соңына дейін қараңыздар, көріңіздер, өздеріңізге пайдалы заттар аласыздар деп үміттенемін. Көп рахмет, сәлеметсіздер ме бәрілеріне. Менің атым Бибігүл, мен өзім жаңағы түрмеде туылдым. Мамам түрмеге түсіп, сол мені түрмеде туды. 3 жылға дейін мен сол мамамның жанында болдым. Сосын жаңағы мені дом малюток, қазақшасы дом малюток, білмейткем. Дом малютокқа алып кетті. Балалар. Кішкентай балалар болады ғой. 5 жасқа дейін сол жерде болады. Сол жерге алып кетті мені. Сөйтіп, бірақ туысқандарыма апарды, туысқандарым ешқайсы мені қабылдаған жоқ. Сол үшін мені дом малютокқа алып келді. Дом малютокта мен сол 5 жасқа дейін болып, арғарай мені жаңағы детский домға алып кетті. Балалар үйіне, балалар үйі деп айтуға болады. Сол жерде мен... Неше жасыңызда тиіске жүрсіз? Балалар үйіне ма? 5 жасымда, 5 жарым жасында алып келді осы балалар үйіне. Сол жерде 1 жылдай болдым. 1 жыл, білмеймін точно датасында. И сол кезде алып келген кезімде, просто есіме түсіріп айтайын да, серый болған сияқты да, мынандай мрачный, сондай состоянияда болған. И мынандай жүрегінде бәрібір қорқыныш болды, мынау қай жерге мені алып келді дегендей. И сол кезде мен көп орыс адамдарды көрдім. Тәрбиеші орыстар болды бізде. И біз 10 шақты бала келдік. Жаңағы автобуспен дом малютоктан 10 шақты қазақ бала келді. И сол кезде біздің тәрбиешіміз орыс Паша болатын. Паша, аты Паша болған енді. Өзі орысша сөйлейткен. Сөйтіп, әбден таяқ жейтіміз сол кісіден. Енді кішкентаймыз ғой. Ол тілін білмейміз, біз қазақпыз ғой. Сөйтіп... Ол қай жылдары? 93-ші жылдары ғой деймін. Мүмкін сондай жылдары, өйткені мен ол кезде мен даже өз жасымды білмейтін қаншада екен. Сөйтіп, Паша деген кісі бізді тәрбиелейтін еркек. Сол кезде таяқ жейтінбіз есімде. Сол кезде қатты жылайтын қазақ балалар үшін. Сол кезде мына тәрбиеші айтатын, сен не үшін жылайсың, сен тиіскен жоқ қой деп. Мен жүрегім ауыратын да, мына балаларға деген. Білмеймін, уже сол кезден бастап, кішкентай кезімнен мына балаларға деген жүрегім қатты ауыратын. Сезімтал болды, иә? Өте сезімтал. Қазірге дейін сезімталмын ғой. Бірақ сол кезде такой, знаешь, қатты жылап айтатын. Сол кезде маған тәрбиешілер айтатын, сен неғып жылайсың осы? Мен айтатын, менде мына жерім ауырады деп, жүрегім іші ауырады деп айтатын.
Сосын бізді жаңағы әр баланы бізді әр интернатқа жіберді. Мені жаңағы Исік қаласындағы интернатқа жіберді. Сол жерде мен жалғыз болдым. Ол Исік қаласында тағы бір интернат бар, тау жақта. Қалған балаларды білмеймін қайда жібергенін. Сол кезде жаңағы Исік қаласына біз жібергенде, мен айтып кетейін, жаңағы тәрбиешіме тапсырды мені. И мен қолын ұстап тұрдым былай. Тәрбиешінің, енді кішкентаймын ғой, қолын ұстап тұрдым. Әлі есімде сол. И сол кезде көп балалар келе бастады, ата-анасымен, сөйтіп. Сол неге ма? Жаңағы интернатқа. Интернатқа көп басқа балалар. 1 сентябрь болды ма, или что? Ну, айтур, сол кезде көп балалар келе бастады да. И мен жаңағы балалардың шешесіне қарап қалдым да, и сол кезде ойландым. Мә, сонда балаларда ата-ана бола ма деп ойланып қалдым да былай. Қалай сонда? Менің әке-шешем қайда деп сонда ойланып қалдым мен сөйтіп. Сол кезден бастап мен потому что ойланбайтын, балалар үйінде мен ойланған жоқпын. Сізде андай бір түсінік болған жоқ оға дейін. Иә. То есть как будто осылай балалар өмір сүреді. И это бүкіл адамдарда осындай сияқты стандартно ойлап жүрдіңіз кішкентай кезіңізде. Тура солай ойладым да, что мына балалар үйінде, ну вообще әке-шеше деген басыма кіріп көрмеген. Ал мына интернатқа алып келгенде мен балаларда әке-шеше бар екенін түсіндім. Что балалар өзімен өзі пайда болмайды. Әке-шешелері бар. Сол кезде ойландым да, менде қайда папа, мама деп мен өзіме сұрақ қойдым. И есімде мен өзімді былай тесе бастадым. Мен кіммін сонда? Бибігүл деп ат кім қойды деп. Сонда ойландым, айтпақшы сол. Сол кезден бастап мен ойлана бастадым. И сол кезде жаңағы бір баланың аузына қарап қалдым. Ана чупа-чупс бар ғой, соны жалап тұрғанын. Истіп аузына қарап қалдым да, и мен де жегім келді. Бірақ мамасы, видимо, көргеннен кейін маған да әкеп берді соны. Сөйтіп мен соған довольны болдым, болды. Арғарай өмірім каникулда жаңағы суббота, жексенбі, сенбі күні жалғыз қалатынмын да. Сол есімде. Сонда лицейде басқа балалар кетеді, иә? Интернатта, иә. Ой, интернатта басқа жақтарға кетеді, сіз өзіңіз жалғыз қаласыз. Иә. Өйткені әке-шешесі жаңағы понедельник пен пятницаға дейін әкеп тастайды да, и суббота, воскресенье алып кетеді да балаларды. И сен өзің жалғыз қаласың. Сөйтіп, кішкене хулиган болдым енді, білмеймін ғой. Қалай ана класстарға кіріп, жаңағы ручкаларды ұрлайтын, ручкаларды жинайтынмын көп. Білмеймін, соны жақсы көретін айтыр. Сөйтіп, қарным ашқанда жаңағы сиырлар, нелер, қоралар бар ғой, соларға кіріп, жүгері бар ғой, соны таяққа тығып, мусоркадан жарит етіп жейтімін. Қарным аш қой енді. Сөйтіп, айтыр, 1 жыл өмірім сол жерде өтті. Сосын 2-ші жылы мені жаңағы... Неше жасыңызда ойға бардыңыз? 1-ші классқа кеттім. 1-ші класста сойға салдыңыз? 1-ші класс енді 7 жаста ғой. 7 жасында, иә. Сөйтіп, жаңағы мені сол жерден алып кетіп, жаңағы Алматы қаласының шетіндегі 4-ші интернатқа алып кетті. Сол жерде мен 2-ші классқа бардым. Қайтадан адаптация, қайтадан жаңа балалар, қайтадан жаңа мұғалім. Сөйтіп кішкене ол жерде енді қатты қиындау болды. Өйткені ол жерде кішкене мұғалім строгий болды. Мен, қалай айтсам, тоже суббота, воскресенье жалғыз қалатынмын. Қарным аш болатын жиі. Сол кезде бір есімде каникул болған кезде жаңағы қарным аш, жегім келеді ғой енді қарны аш болғаннан кейін. Яна терезеге былай жете алмай айтыр, майды көрдім да, сол майды алып, сөйтіп қолмен сөйтіп пакетке салып, соны сорып жүрдім, ұнап жүрді да соны. Сөйтіп мені сармай. Сосын мен тағы бардым да, тағы ұрладым сол сармайды. Сөйтіп қарным тоятын да. Сөйтіп жаңағы 2-ші рет ұрлаған кезімде жаңағы мына нелер бар ғой, охранник. Сол мені көріп қойып, сол ұрлағанымды жаңағы бір бөлмеге қамап, ұрлаған үшін барлық майымды тартып алды. Сөйтіп мен қатты бақырып жыладым, аш есікті деп,
сол жерде бір түн түнедім, әлі есімде. Наказание сияқты былай. Наказание сияқты, иә. Әке шешесі балаларын алып келеді ғой. Сол кезде жаңағы мынандай сарқыт, мынандай бауырсақ, кәмпит сондай алып келеді үйлерінен. Олар шығып кеткеннен кейін шкафтарына қойып кетеді ғой. Мен каждыйын ұрлап, соны алып жейтінмін. Бәрібір маған, знаешь, не болады маған? Айтыр қарным аш, мен жегім керекпін. И мен ештеме ойламай, не арты болатын, бәрібір алып балалардан соны алып жейтім, еще қалтама толтырып алам. И сөйтіп әр сондай неде олар уже біледі, мен сөйтіп нететімді. Бірақ қарным аш болатын. Сол үшін білмеймін, кішкентай кезімнен мен көп аштықты көрдім да, сондай. Сөйтіп жегім келді. Сөйтіп айтыр, ол да бір жыл өтті сөйтіп. Сөйтіп мен больницадан бірақ шықтым. 3 ай сол больницада жатып, и жаңағы қазақ тәрбиеші келді. Балалар үйінен келді жаңағы. И мені алып кетті. Мені тағы басқа балаларды жинап жаңағы 10 баланы жинап жаңағы детский домға алып келді. И біз сол 10 бала қайтып келдік сол детский домға. И жаңағы, енді мына орыс воспитатель бар ғой, директор, сол бізді қайттан жібергісі келді ғой. Сол кезде мына қазақ апай айтты, жоқ. Не үшін жібергісі келді? Потому что, көрдің ба, біз қазақ аз болдық да. И ояқта өңкей орыс детский дом ғой, енді орыс детский дом. Бірақ жаңа тәрбиеші келгеннен кейін мына қазақ, ол бәрімізді жинап бір группаға отырғызды бізді. И мен сол жерде уже 3-ші классқа бардым. Сол кезде мен дедім ғой, өйткені қарным тоқ сол жерде. Балаларда әке-шеше алып кетеді ғой, а сен суббота-воскресенье балалармен қаласың. Сонда кішкене есейдім да тезірек сол мынандай нелерде болғанда. Өйткені мына балалар үйінде бәріміз бір дейміз ғой. Ал ана жерде сенің әке-шешең, солардың әке-шешесі бар, көрдің ба? А балалар үйінде сен одинаковыйсың да, бір дейсің. Әке-шеше алып кетпейді сені. Өйткені жетім, мынандай уже әке-шеше қайтыс болған. А мен вообще өз әке-шешемді ол кезде білмейтін. Мен даже білмейтін қанша маған жас. Мен бірінші рет өзімді 4-ші класста білдім, что мен туған күнім 8 февраль. Соны ғана біліп қойдым. А қаншаға мен толдым, оны вообще білмейтін. Сабақ оқып отқанда бір тәрбиеші айтты, Бибігүл, ертең сенің туған күнің деді. Мен ол кезде туған күн дегенді білмейтін. Қалай сонда? Сенің туылған күнің деді. Сол кезде мен өзіме жазып алдым. 7 февральда мен 8 февраль деп жазып алдым. Өзім менің туған күнім 8 февраль деп. И каждый неде мен білетін, менің туған күнім 8 февраль. Все, больше ешқандай информация мен жайлы ештеме жоқ. Соны ғана білмейді. 16 жасымда уже удостоверение алғанда мен түсіндім, маған 16 жас екен. Сонда бір сұрақ қоя кетсем, мысалы, дүрдімді көп балалар өсіп отқанда сондай бір көп өздері жайлы білмейді сонда, түсінгенім бойынша. Өздерінің кім екенін, қалай екенін деген сияқты. Андай бар ғой, қазіргі нелер шығып отыр ғой, көліктер автопилотта деп айтады ғой. Солай адам автопилотта өмір сүріп жатқан сияқты бір метафора жасақ бола ма екен? Сондай бір не болды? Мен тура сондай состоянияда болдым. Өйткені өз жайлы ештемемді білмейтін. Бірақ тәрбиеші айтатын маған. Бізде үлкен бір, жас үлкен уже тәрбиеші болатын. Ол айтатын, Бибігүл, сенің маман түрмеде отыр деді. Сіз сол кезде білдіңіз? Сол кезде уже мен кішкене есейіп, 13-14 жасымда ол маған айтты, сенің маман түрмеде отыр деді. Бірақ сен өзің маманына керек емессің деді. Ол тура маған сөйтіп айтты. И осы сөз, ол әрқашанда менімен бірге өсіп келді ғой. Сен мамана керек емессің, сен ешкімге керек емессің деп айтатын. Осы сөздер менің миымда қалып қалды. Өйткені балалар үйінен шыққаннан кейін мен білдім нақты, что мен ешкімге керек емеспін. Керек емес екенімді. Көрдің ба? Сөйтіп мен сол жерде уже білдім, что мен мамам түрмеде отырған.
сөйтіп мен ойланатын, и ол маған айтатын, сен өскенде мынандай жүзекші боласың деп сөйтіп айтатын маған ше. Сол кезде тәрбиешілер. Ну, ол единично. Сол тәрбиеші маған жүзекші боласың, ана ұрлықшы боласың сөйтіп мен айтатын, мен ондай болмаймын, я докажу деп сөйтіп айтатын. Тура сонымен өсіп келдім ғой, я докажу, мен шешем сияқты болмаймын деп. Өмір бойы осы. Сен білесің ба, мен қазір түсінем, мен сол кезде соның сөздерін қабылдаған жоқпын. Өз өміріме. Көрдің бе? Қызық, иә. Мен ондай болмаймын, мен докажу, мен ондай болмайтынымды. Тура сол сөздерді мен өзіме и всю жизнь, өмір бойы мен доказывать етіп келе жаттым. Мен ондай болмаймын, мен ондай болмаймын. Әліге дейін соны енді уже түсінем ғой, что мен ондай емес екенімді. Бірақ тәрбиешілер сөйтіп, знаешь, вот қалай абай болу керек кішкене балаларға сөйлегенде, сен ешкімге керек емессің, сен үлкен өскенде мынандай боласың, осындай боласың, ұрлықшы боласың, сен шешен сияқты алқаш боласың деп осындай сөздерді абай болу керек. Тілдің құдіреті десеңші, анда бар ғой нақыл сөздерде де. Қалай тілдің күшінде тілде өмір мен өлімнің күші бар деген сияқты. Тілмен біз өлтіреміз, тілмен біз жақсы нәрселер айтамыз. Өйткені бала кішкентай ғой, и оның бәрі есінде қалады. Губка сияқты қабылдайды. Сінеді. И ол сол немен өмір бойы өсіп келе жатады. Осы сөздермен. Өйткені мен өмірімде тура солай болды. Мен осы сөздерді әрқашанда сақтап отырдым өз миымда. Мен ешкімге керек емесім. Өйткені өмір бойы өсіп бара жатқанда мен білдім, мен ешкімге керек емесімді, и білдім, что мен тек қана на себя могу надеяться. Арғарай өсе бердім, 16 жасқа дейін сол балалар үйінде болдым. Сол балалар үйінде 16 жасымда шығып, жаңағы үлкен, енді қайтан өмір дей ма? Рахмет жан. Жаңағы өмір дей ма, или қалай, мир шығасын, әлемге шығасын. Реальный мир. Шынайы өмір. Иә, шынайы өмірмен жаңағы детский домнан шыққаннан кейін, үлкен воротаның артына шыққаннан кейін сен білмейсің. Қалай, не істеуге? Мына адамдарды танымайсың. Ақшаны қалай қолдану, жарату екенін білмейсің. Тамақ пісіруді білмейсің. Общежитияға барып тұрдым. Сол общежитияда адамдармен сөйлесу білмеймін. Өзімнің жаңағы ойымды жеткізу білмеймін. Сондай состоянияда, настолько сондай состоянияда болдым, что мені прям депрессия бар ғой, мына қазақша қалай айтады депрессияны? Депрессия состоянияда болдым. Депрессивный состоянияда болдым, да? Жаман жүрек жағдайы деп айтуға болатын шығар, білмеймін енді. Көрермендер қалай айтатын, көрермендер комментарийға жазып кететін шығар, дұрыс. Жазып кетіңіз, обязательно, өйткені білім келеді да. Сондай состоянияда болдым. Сонда 16 жасымда шықтым. Колледжім анау Сейфуллина, жаңағы Шевченкода, тұратын жерім Береговой, Жандосовада. И сөйтіп ары-бері сөйтіп жүріп, онда бәрін үйренесің ғой енді, әрине, адам болғаннан кейін. Бәрі сұрап әйтір үйрендім, сөйтіп. Бірақ енді өзімді постоянно жалғыздық сезінетін. Ойлайтын, мен не үшін мына өмірде өмір сүріп жатырмын? Не үшін мен осы неге келдім? Көптеген сұрақтар болатын да. Даже 16 жасымда сондай сұрақтар болатын. Мен ойымша андай еще бар ғой. Мысалы, біз көп адамдарға айтсаң да, көп адамдарға үйретсең де, көп адамдар білсе де, олардың кім екендер, мысалы, сіздің жағдайыңызды немесе басқа, мысалы, менің өмірімде жағдайда, мен ата-анам өмір бойы айтса да, мен кім екенімді, мен қандай отбасыда, мен ата-анам бар, бірақ әрбір адам бәрібір сол сұрақ қояды екен. Негізінде мен кіммін деген. Оның ата-анасы бар, немесе оның бәрі жеткілікті, бәрі жақсы, бірақ кез келген адам осы сұраққа андай бір қақтығыса деген. И сол кезде мен не қойдым да, мынандай цель, әке-шешемді табуға. Сонда сол колледжға түскен кезде сіз мақсат қойдыңыз, иә? Мақсат қойдым. Неше жасыңызда? 16-17 мүмкін, иә? Колледжге мен 16 жасымда түстім, 9 класстан кейін, иә. Сол кезде мен цель қойдым, бірақ білесің ба, когда сенде депрессивный состояние болғанда, сен ештемені ойламай өзіңді өлтіргің келеді екен.
И мен сол кезде сол жалғыздықты қатты сезінгендіктен мына чай дайындаймын да сүтпен. И жаңағы дәрі, көп дәрі қоямын, жаңағы фейри, соны ішіп өлмеймін почему-то. Өлгім келеді, бірақ өлмеймін. Неғып өлмеймін деп еще өзіме сұрақ қоямын, мынау не көмектеспей ма деп. Енді фильмдерде көресің ғой, мына дәрілерді көшіп өліп қалады. И мен тура сондай хотела дәрі ішіп өліп қалуға ше. Өмір сүргім келмеді сол кезде. Өйткені поддержка болған жоқ, сен жалғызсың, ақыл айтатын ешкімің жоқ. Сөйтіп тіпті мысалы андай лицейде лицей интернатта болған кезде оған дейін да сонда сізде бір наставник немесе андай бір қасыңызда жүретін досыңыз, бір бағыттайтын, бір ақыл санаға үйрететін деген сияқты бір адамдар болмады ма сонда сізде, или қалай екен? Мен ойлаймын, менде болған жоқ ондай адамдар, өйткені жанымда тек қана жаңағы менімен одноклассница бар, тағы бір қыз, ол басқа колледжге түсті, бірақ 2 квартал төмен тұратын. Бірақ ол қыз деген, мен кажется, ол менен көп үйренді. Или мен оның, қалай айтсам, көп мынандай ошибка жасайтын, мен соған қарап үйрендім ғой деп ойлаймын. Өйткені мысалы 2 қабат болып қалады 16 жасында, я. Мен соған қараймын да ойлаймын. Мә, значит, 2 қабат, еркектермен жатпау керек екен. Соны түсіндім да. Значит, сөйтіп ойланасың да, өстіп цель қоясың. Значит, если мынау 2 қабат болып қалса, еркектерге жоламау керек деп, сондай сабақ алып отырсыз. Өзім сабақ алдым сол қыздан. Короче, былай айтқанда, мен көп мына балалар үйінен шыққан, солардан көп үйренетін, соларға қарап, өмірлеріне қарап, содан сабақ алатын өзіме. Былай істемеу керек, значит, окей. Бірақ бір айтып кетейін дегенім, қалай мен вообще тамақ пісіру білмейтін, до того, что мен общежитияда жаңағы нені қоям да, сковородканы, тамақ жегім келеді ғой енді. Макарон бар ғой, соны қоям да, су құймайым, іштеме, просто макарон крышканы жауып кетем да, астын огонь басып, қосып, и далаға ойнауға кетем. Сөйтіп 2 сағаттан келем, үсті башсам, тамағым қап-қара, біреу өшіріп қойған. Сөйтіп тамақта әйтір үстіп әрен үйрендім тамақ пісіруді. Сонда сіз білмедіңіз, қалай дайындау керек екенін. Өзі сөйтіп дайындалады деп ойладыңыз ғой сонда. Енді көресің ғой, аналар қояды да кетеді. Тура солай, мен тура сондай ойладым. Сөйтіп, жаңағы 17 жасымда уже жұмыс таптым. Сол жұмыста уже жұмыс істей бастадым да, бірақ бәрібір маза болды әке-шешемді табу. И сол жұмыс істеген кезімде жаңағы енді выходной ғой, выходнойда жатып, ойланып қалдым. И бір қыздың сөзі маған есіме түсті. Бибігүл, сен адамды іздегің келсе, жаңағы 088 арқылы таба аласың деп сондай сөз айтқан бір рет. И мен сол есіме түсті да, атып тұрдым да, төсектен жаңағы ойланып жатып. Жанымда телефон тұрған, сол телефонда 088 бастым да, әке-шешемді іздеп көрейінші деп, фамилиясын білем ғой енді, аты жөнін. Алло, здравствуйте, можно узнать, аты жөнін білуге бола ма деп сөйтіп. Я деп, и олар маған, ондай кісі жоқ деді, мамамды сұрадым. Потом папамды сұрадым. Олар айтты, телефон берді ма? Мен папам телефон берді, айтпақшы. Сөйтіп алдында жаңағы жазып алдым. Оған дейін ешқандай контакт ешнәрсе болған жоқ. Вообще болған. Міне сіз тұрсыз, звондайын деп отырсыз. Сен білесің бе, мен өмір бойы ойладым, что мен жалғызбын. Мен ешкімім жоқ деп. Білдім тек қана мамам түрмеде екен, болды. Бірақ, когда мен жаңағы әкеме телефон шалғанда, телефонда әкем алды. Мен дауысын сразу байқадым. Өйткені дауысын құсайды. Алло, сездім. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз осындай атын атадым да. Менмін деді. Мен айттым, сіз қызыңызды іздеп жүрсіз ба дедім. Жоқ. Мен айттым, мен Бибігүл, мен папамды іздеп жүр едім, мамам мен папам. Сен мен қызым емессің деді. Сразу.
сен менің қызым емессің деді. Ну, сіздің фамилияңыз бар менде дедім. Сен мамаң қойды деп сөйтіп айтты. Бола ма маған, мен мамам телефоны бар ма дедім. Я бар деді. Телефонын жазып алдым. И ол маған айтты, больше звондаушы болма деді. Сонда ол сіздің әкеңіз болған жоқ? Менің әкем болды, фамилиясы бәрі, бірақ айтты, сен менің қызым емессің деді. Өйткені сенің маман жаңағы жазды. Мен фамилиямды жазды деп сөйтіп айтты. Сөйтіп мен жаңағы телефонымды, жаңағы мамамдікін алдым. Ол кезде Siemens бар ғой, 55 деп, сондай шыққан, сол телефонға тердім да. И алло, сәлеметсіз бе? Жаңағы атын атадым да. Сіз қызыңызды іздеп жүрсіз ба деді. Бұл кім деді? Мен Бибігүлмін деді. Дауысы, қызым деп жылай бастады. Сен қайдасың деді. Мен айттым, осындай адресті бердім. Тура сол адреске 1 сағаттан кейін жетіп машинамен, ағамның машинасымен келді. И олар көрді мен тұрып жатқан жерімді. И айтты, сен бұл жерде тұрмайсың деді. Жүр, мен сені алып кетем деді. Мен айттым, мен ешқайыққа бармаймын сізбен бірге. Ол айтты, жүр, мына жерде тұрмайсың деді. Маған прям, знаешь, сондай диктовать етіп жатыр да. Өмір бойы маған ешкім өйтіп айтпаған. И мен мына жеріме не очень приятно болды да. Өзіңіз шешім қабылдап, ешкім сізде ондай ешнәрсе істеген жоқ дейсіз ғой. Иә. Сосын мен айттым, сен кімсің дедім. Маған сөйтіп айтатын, жүр, мына жақта тұрмайсың. Сен мені тастап кеттің, мен сені тек қана таптым, сені көру үшін ғана деп. Қызым, енді мен кінәлі емеспін ғой деп сөйтіп ол жылай бастады да. Мен айттым, кім кінәлі дедім. Мен осындай уақытқа тастап кеткеніне. Сен мен түрмеде отырсан да іздеген жоқсың дедім. Іздесен табушы едің ғой дедім. Сөйтіп айттым. Мен таба алмадым сені сөйтіп. Ну, оправдываться ете бастады да. Сосын ана ағам айтады. Қой, Бибігүл, давай, көп сөйлемей жүр дейді да. Я такая, знаешь, вот разозлилась. Да кто вы такие деп ше. Сөйтіп, и бір шетінен ойланып қалдым. Почему мен бармаймын? Біліп келмеймін ба, кіммін мен өзім? Қайдан шықтым деп сөйтіп өзіме ойланып қалдым да. И как раз думала, ойладым, менде 2 күн выходной барып біліп келейін. Кім екен, қайдан шықтым, кіммен тұсқандарым деп сөйтіп. И мен айттым, жарайды, мен 2 күнге барып келейін сізбен бірге, қайтып келем дедім осы жерге. И олар соған көнді. Олар мені алып кетті машинамен. И мен жанымда отырды, ана әйелші, мен туған әйел. Мен қарап тұрмын, бәрі құсас маған. Бірақ жүрегім ештеме сезбейді оған. Ну, просто чужой адам да, чужой адам. Өстіп кетіп бара жатырмыз, и Талғарға келдік. Үлкен үйге кіріп, и қарасам дастархан дайын, и ағаларым отыр ғой. И ол мамам айтады, таныс мынау сенің ағаларың деп өстіп. Туған ағаларың? Иә, туған. И мен в шоке. Қалай? Менің ағаларым бар ма не? Қалай мен сонда, ну, сон менде сразу мынандай шок та кішкене. Сонда қалай мені ешкім алып кетпедім детский домнан? Қаншама ағам бар, қаншама тұсқандарым бар. И мен сол кезде бірінші сұрағым, неғып мені ешкім алып кетпеді детский домнан деп сұрақ қойдым. Ну, ағаларыма. И олар айтты, біз әлі өзіміз жас болдық, сол кезде алып кете алмадық деп сөйтіп айтты. Жаңағы екінші ағам отырды да айтты, сен енді бізді таптың, бізге надеяться етпе деді. Тура осы сөздер. И мен такая жаман болып қалдым енді. Мен надеяться етпеймін, мен өзім, өз қолыммен. Ешкімге сенбеймін, атпаймын. Иә, сөйтіп айттым. И сол кезде мамам айтты, сен, ну, ренжіме, ол сондай прямой да, чересчур деді. Жүрегіне алма деп сөйтіп айтты. И сөйтіп мен түсіндім, мен бұларға да керек емесім деп, ары қарай өмір сүре бастадым. Өз өмірімді сүре бастадым. Түсіндім, что тұсқандарым бар, зря мен оларды таптым. Может, не зря деп, может быть, зато успокоилась. Таптым, зато успокоилась деп, ары қарай өмір сүре бастадым. Уже 30-ға толдым, и ойлана бастадым. Мен не үшін өмір сүрем? Уже өмірдің нелерін көрдім да,
Қызықтары. Иә, уже қызық емес ештеме. И жаңағы машинада отырдым да, өзім машинам болған, сол кезде өзім машинамда отырып, бүткіл жаңағы өмірім балалар үйінде, жаңағы туылған бәрі өстіп ойныма келді да, қиын кездерім бәрі, әке шешем бас тартқаны, папамның мені қабылдамағаны. Мен ойладым, мен не үшін өмір сүрем деп. Осындай қиындықтарды көру үшін өмір сүрем ба? И сол кезде мен жаңағы Алла тағалаға айттым, мен не үшін өмір сүрем? Осындай қиындықты көру үшін ба деп бақырып жыладым. Прям, егер сен бар болсан, көрін маған деп сөйтіп жыладым да, барлық жүрегімнен бәрін айтып тастадым да Құдайға. Ойланбадым, не болатын айтып тастадым. Мен не үшін өмір сүрем? Егер сен бар болсаң, көрін маған деп айттым да Құдайға. Бірақ тишина. Ештеме, ответ жоқ, жауап жоқ. И сөйтіп ойладым, жауап жоқ. И ойландым, мүмкін авариямен өлгім келді сол кезде ше. Сондай состояниеда бәрі бар, бірақ мына жерінде ештеме жоқ та. И ойладым, авариямен нетсем біреу пострадает, уже біреуді ойлап жатым да. Одан да машинада отырып, қолымды былай кесейін деп, как раз лезвие болған жаңағы машинаны аштым да, бардачогымды лезвие алып, кестім прям. Өзімді кестім былай. Әлі шырамдар бар. Веналарын кестім. Иә. Қан ақты, и жаңағы офистің жанында отырдым ғой, жаңағы жұмыста. И бір қыз жүгіріп келді. Мынаны көрді. Мен шақырайын деді да, бірақ жаңағыны көріп, "Ей, сен жындысың ба? Не істеп жатсың?" деп. Мен бинттерді алып келіп, былай байлап, құшақтап, мен айттым, мен жыладым, соны құшақтап. Мен өмір сүргім келмейді дедім. Мен шаршадым дедім. Тура сөйтіп айттым да. Айттым, сенде бәрі бар ғой. Не үшін өмір сүргім келмейді? Мен айттым, мына жерім пустой да. Білмеймін, не. Вроде бы и болашақ күйеуім бар. Вроде бы бәрі бар. Бірақ мына жерімде түк жоқ сияқты дедім да. Бибігүл, жылама деді. Бәрі жақсы болады, жылама деп успокоиться етті. И жаңағы менің Фейсбуктағы подписчигім маған бір кісінің уағызын лақтырды да, мессенджер арқылы. Мен ойладым, тыңдадым да, мынау не деп тұр деп жауап тастадым. Сөйтіп жауап тастадым да, и ол маған бір айдан кейін тағы лақтырды. Бибігүл, тыңдашы, мынау өте жақсы айтып тұр деп. Мен аштым да жаңағыны. Мен кинода отырдым, жаңағы бір досыммен, жаңағы неде кинода қарап отырдым да. И сол кезде соның несін ашып, қайтан бір наушник қойдым да. И сөйтіп тыңдап тұрдым да. И ол жаңағы қайтан айтып жатыр да. И мен сол кезде мына ішімде бірдеме прям тыңдағым келіп тұрды да, мынандай, как будто рухани сондай бірдеме ашылған сияқты болып сездім да. Өйткені тыңдағым келді мына айтып тұрған нәрсенің бәрін. Бірақ жаңағы досым айтты, жауап таста деді, потому что сен маған кино көруге мешать етіп жатсың деп. Сөйтіп мен жауап тастадым да, кино біткеннен кейін жаңағыны аштым. И былай тыңдап, аш көздікпен сондай тыңдап тұрдым да, дедім де, жауап тастадым. Бірақ түсінбедім не айтқанын, айтыр тыңдадым. Сөйтіп уақыт өтті қайтан, жаңағы 22 желтоқсан мен жаңағы вебинар деген нені көрем Фейсбукта ше. Сол вебинарға басып кірем да, и сол жерде жаңағы не болып жатыр екен. Ол айтып жатыр да, сол кісі жаңағы Құдай туралы айтып жатыр, Иешуа туралы айтып жатыр да. И сөйтіп мен жаңағы балконда темек тартып тұрмын да, мынау не дер екен деп, не айтар екен деп сөйтіп тұрмын да. И сол кезде темекіні сөйтіп басып нетіп қоям да, темекіні шегіп қойып қоям да сөйтіп. И тыңдап тұрмын. И бір кезде
9-шы этажда тұрамын ғой, бір кезде көзім жаңағы далаға түсті да, и жаңағы бұлттар как будто вот 9-шы этажда бұлттар түскен сияқты болды да. Қорқып кеттім. Құдай маған қарап тұрған сияқты деп. Темекіні өшірдім да, арғы 2-ші комнатаға жүгіріп кеттім. Ол жерде шторалар жабық қой. И ананы мұқият тыңдадым. Қорқып кеттім ғой енді. Мә, Құдай қарап тұрма деп. Бірінші рет сондай сезімде болды. Қорқыныш сезім пайда болды. Сондай қорқыныш сезім пайда болды да. Өйткені анаған күліп тұрған сияқты болдым да. И жаңағы маған Құдай не қарап тұрған сияқты болды да. И мен жаңағы 2-ші комнатаға кіріп кеттім да, ананы мұқият тыңдай бастадым Фейсбуктағыны. И сол кезде ол маған айтты: Бибігүл, тыңдашы, маған қарашы деді. И мен қарадым, ол маған айтады: сен білесің ба, Иса Мәсіх деген кім деп. Трансляцияда айтып отыр сізге. Иә. Иешуа деген кім деп, иә. Ол Иешуа деп сөйлейді ол кісі. Мен жоқ дедім. И ол айтты: сен білесің ба, киелі рух мені жаңағы, емдеді, сөйтіп, қалай, жүрегімді емдеді. Мен көптеген жаралы нелерді алдым. Бірақ жаңағы Иса Мәсіх деп жаңағы айқышқа өлді, соны үстіп көп нәрсе түсіндіріп айтты. Қалайсың ба сондай, қандай керемет күшті Құдай деп түсіндірді да. И мен айттым: жарайды. Түсінбедім, бірақ көп нәрсе түсінбедім, бірақ айттым, ол маған айтты: қайтала деді. Сол күні маған сол түсімде мен жаңағы үңгірде отырам, қап-қараңғы үңгір, свет жоқ вообще. И жаңағы мына жеріне бір дәл свет пайда болады да. И сол кісі маған келіп, түнектен шық дейді. И жаңағы қолында ұстап тұрған коробканы ұсынады да, гүлмен. Түнектен шық деп. И мен оянып кетем. Мынау не деген түс деп. Содан бастап, сол күннен бастап мен түстер көре бастаймын да. Сосын и сол жерде айтып тұрған кезімде жаңағы Иса кел деп, жаңағы Иешуа кел деп айтып отырғанда, жаңағы көрініс пайда болды да, ашық көзбен. Квартираның бәрі өзгере бастайды да, как будто. И содан үлкен тас ашылып, үлкен тас ашылып, и сол жерден жаңағы Иешуа келеді. Иешуа келеді де жаңағы қазақтың шапанын кигізеді маған. Қазақтың шапаны ол не? Ол знак уважения, қалай болады? Қазақша. Қадірлі қонақтарға беріледі. Яғни қадірлі қонақтарға беріледі. И ол маған соны кигізіп, и мен жаңағы көп әйелдерді көремін, жаңағы тізеде отырған көп әйелдерді көріп, жаңағы кейін маған несін, Иешуа әрқайсысын өз шапанын кигізеді. Әр әйелге мыңдаған әйел болады. Былай қарағанда көп әйел отырады да. И жаңағы мен төбеде көремін да, үлкен көздер пайда болады. Сол көздердің ішінде мен жаңағы Исаны көремін. Исаның айқышта біз үшін өліп жатқанын, қалай бізді адамдарды жақсы көргендіктен қайтыс болып жатқанын көремін да. Қайтыс болып, жаңағы сол көріп жатқан кезімде мен жаңағы көзім как будто маған берілген сияқты болады да. Жаңағы қалай айтсам, Қабылдағандай болады. Қабылдағандай болады осының бәрі. Сөйтіп қабылдағаннан кейін тізеге отырып қатты бақырып жылаймын. Мен түсіндім, не үшін мен осы өмірде өмір сүрем. Мен түсіндім, кешірші мені Иешуа деп, кешірші мені, темекінің бәрін тастаймын. Мен айтам, сол күннен сол қатты жылап, жаңағы сондай қалай түнгендіктен, қандай күнәкар екенімді, қандай жаман өмір сүргенімді, темек тартып, сондай көп жаман сөздер, боқ сөздер айтып, соның бәрін түсініп, кешірім сұрадым сол кезде. Сол кезден бастап айттым, бүгіннен бастап мен өз өмірімді өзгерттім, сен үшін деп. Сол күннен бастап былай тұрдым, басқа адам болдым. Сол күннен бастап темекінің бәрін тастап, сол күннен бастап мен басқа адам болдым.
иә, ерекше андай құдайсын өміріміз өзгеріп келе жатыр. Өмірдің соңына дейін өзгереміз ғой негізі. Сол көп жайттарды айтып жатыр, көп адамдар туралы айтып жатса, бірақ бәрібір де бір әкенің орны бөлек отбасыда, и сол әкеңіз туралы бөліссеңіз, бәрібір кішкене ғана мағлұмат болған секілді, кішкене әкеңізді мысалы сіз звондағаннан кейін қарым қатынаста болдыңыздар ма, егер болсаңыздар қандай қарым қатынаста болдыңыздар, или ол сізге крест қойып жоқ деп кетіп қалды ма, сол кішкене айтып кетсеңіз. менің әкем ол мен тауып алдым ғой әкемді, иә, сол кезде ол маған звондама деді ғой. Мен істеме, звондамадым саған, әке емеспін деп сөйтіп енді. Сөйтіп бәрібір мен уақыт өткенде мен бәрібір звондап қалайсыз деп айтамын. Әке ештеме демеймін, қалайсыз деп айтамын. Ол иә жақсы дейді да, и мен трубканы қоя саламын білгеннен. сөйтіп жүріп 20 жыл өтті, и осыдан 4 жыл бұрын жаңағы менің рухани әпкем деп айтуға болады, иә. Ол сүйген әпкем, ол маған айтты, бибігүл, мен айттым, мен фамилиямды жаңағы немді өзгерткім келеді дедім. Басқа шешенің фамилиясын алайын, өйткені маған ұнамайды әкем десі. Ол айтты, бибігүл, асықпа деді. Өйткені Құдай деген Ибраим, ол маған түсіндірді, Ибраим арқылы саған бата берді. Егер сенің әкең сені туды ма, онда Құдай саған сол әкең арқылы бата берді. Сен сол әке арқылы туылдың деді. Ибраим ұрпақтары сияқты. Сондай пример қылып та, мысал келтірді. Солай ма деді, мен мына жерім былай өзгерді, миым шын. Солай ма деді. Жарайды мен. Содан мен тәуба етіп, өкініп жаңағы неме, что мен әрқашанда қабылдаған жоқпын да, фамилиямды, немді қабылдамайым деп іштім. Тәубе еттім да, и Құдайдан кешірім сұрадым, что әкемнен фамилиясынан бас тартқан, атымнан өзімнен бас тартқан, кешірім сұрап, содан өзіме уәде бердім. Бүгіннен бастап мен әкем үшін қалай бороться деп. Шайқасасыз, сыйынасыз. Әкем үшін әкемнің жүрегін жаулап аламын. Құдайдан жалбырындым. Құдай әке, мені таныстыршы әкеммен. Мен хотя бы ол үлкен кісі ғой енді. Хотя бы өліп бара жатса да, хотя бы мені шақырсыншы, мен оны құшақтап кешірдім деп айтқым келеді. Хотя бы соны ғана істеші, хотя бы солай деп. 2 жыл осы дұғам сондай болды да. Осы қабылдаған жоқ. Сөйтіп тыңдасайшы. Жоқ, осы уақытқа дейін. Осы уақытқа дейін қабылдамады. Сол уақытқа дейін сізді қабылдаған жоқ екенсіз. Қабылдамады. Сосын жаңағы сондай дұғаларым болды да, и уже 2 жыл өтті, и мен айттым, бұл наверное ешқашан болмайтын шығар. Әкем өліп кетер, мені көрмей депсіз. Уже знаешь, просто қалай айтсам, безысходность, уже знаешь, смирилась. И жаңағы рухани әпкеме айттым, мүмкін ешқашан олай болмайтын шығар, мүмкін ешқашан мен арманым орындалмайтын шығар деп, сөйтіп қолымды түсірдім. Сол кезде ол маған жігерді, үмітіңді үзбе деді. Тек қана сен де. Сөйтіп айтты. Ол маған осы сөзді айтты, одан арасында 1 ай өтті. 1 айдан кейін менің інімнің әйелі маған хабарласып, бибігүл, әкем сені көргісі келіп тұр дейді. Қалай кетті? Әкем сені ресторанға шақырып тұр деді. Осындай уақытта келе аласың ба? Және келе аламын. Трубканы қойғаннан кейін аяққа шығып, бақырып жыладым. Қатты бақырып жыладым. Құдайым, сен ғана, ол тек қана сенің арқасында, тек қана сенің арқасында деп бақырып жыладым. Көп рахмет саған деп. Білмеймін, знаешь, рахметімді жеткізе алмадым да Құдайыма. Настолько жүрегім сондай благодарный болды да. Әке, Құдайыма, жаратқан иеме сондай благодарный болғаныма өз немді жеткізе алмадым, рахметімді.
сол кезде просто жыладым. Қуанамын ба жылаймын ба түсінбедім да. И сол кездесуге дайындалдым. Білмеймін қандай не болады. Көп нәрсені білмедім. Не болатынын қабылдай ма қабылдамай ма. Әйтеуір любой неге мен уже дайын болдым да. Сөйтіп 2 қарашада жаңағы сенбі күні ол мені шақырды. Жаңағы мен ертерек келдім да күтіп отырдым. Не болар екен деп күтіп отырдым. Былай қарайын жоқ, былай қарайын бәрі жоқ. Қалай мен қабылдайтын? Қаншама ойлар осы жерде. Сөйтіп қарасам әкем келе жатыр. Атып тұрдым да. Сөйтіп құшақтап, әкемді құшақтап, айттым отыра қойыңыздар деп отырдық, таныстық. Әкемен бірінші рет сол кезде көрдік. Әкемен таныстық. Мен айттым, папасын папа деуге болады ма? Папамның қолын ұстадым, бәрі қалай ұқсас маған деп. Сөйтіп таңғалып отырдым да кішкене. Мен айттым, папа, сіз егер жүремізге алмаңыз дейді. Егер бірдеңе сізді нетіп жатса, алмаңыз. Құдайдың еркі болды мені балалар үйіне. Нетіп жатса? Угрызение совести. Кінәласам. Өзіңізді кінәласаңыз, өзіңізді кінәламаңыз деп. Папа, мен сізді кешірдім деп. Өйткені Құдайдың еркі болды деп, мені балалар үйінде өссін деп, балалардың жүректерін білу үшін. Мен сол жерде көп нәрсеге өсіп, соны түсіндім деді. Қазір сол балаларға қызмет етем деп. Папа, сіз өзіңізді нетпеңіз деп. Мен сізді баяғыда кешірдім деп. Ол маған былай қаратты, көзін сүртіп. Енді мен 90%-ға саған деген көзім жетті деп. Мен саған батаңды берейін деп батасын бер. Сөйтіп, батасын берді, уже есімде жоқ қалай айтқан. Әйтеуір, әрқашанда енді мен сағат 5-те тұрып, әрқашанда сен туралы бата деп Құдайдан сұрайып саған тұра. Мен жай сөйтіп айтты. Сосын құшақтап оны өстіп үйге келіп, кешкісін сол папамнан кейін үйге келіп, тізеге жығылып, Құдайыма рахмет саған. Тек қана сенің арқаңда осының бәрі деп. Егер сен болмасаң менің өмірімде осының бәрі болмаушы еді деп. Құдайға ризашылығымды білдірдім. Әлі күнге дейін ризашылығымды білдіремін. Өйткені мен Құдайдан тек қана бір нәрсені ғана сұрадым. Тек қана папамды құшақтап кешірдім деп сол сөз ғана, осыны ғана. Ал Құдай маған көп нәрсе берді. Ол папаммен қарым-қатынас, папама деген сүйіспеншілік берді. Қазір папам екеуміздің араға қатынасымыз сондай мықты. Ол бірінші рет менің туған күніме гүл сыйлады. Бірінші рет мен өмірімде папамнан гүл алып, сондай бірінші рет сонымен туған күнімді тойладым. Бірінші рет өмірімде осы жылы. Ол маған өте сондай бағалы да, өйткені өмір бойы армандаған нәрсе Құдай мен арманымды орындады. Осын өткені қалай айтсам, осы маған ең бақытты нәрсе болды да өмірімде. И соған мен Құдайға ризашылығымды білдіремін. Әліме дейін папаммен тығыз қатынас ол маған звондайды. Қызым, мен сені сағындым. Папа, мен сені сағындым, мен сені жақсы көремін, папа деп өстіп айтамын. Қалайсың, амансың ба, бәрі жақсы ма деп ол менен сұрайды. Сондай сүйіспеншілікті мен ешқашан көрмеген емеспін. Қазір Құдай әкем арқылы маған сүйіспеншілікті толтырып жатыр да. Көрдің бе? Өмірімде кішкентай кезімде армандайтын да. И соны қазір мен көріп жатырмын. Осылай тамамдасақ, жаймен я. Соңғы бір мүмкін қазақ халқына, қазақ болмаса да басқа мүмкін көріп отқан көрермендерге сондай бір соңғы сөз ретінде сондай бір не айтқыңыз келеді? Мен тек қана айтатыным, егер сіздердің әке-шешеңнің ара қатынастарын үзіліп кетсе, мысалы
біреуге ренжулімін деп әлі жүрсеңіз солай, онда одан да сол жаңағы бәрін ұмытып әке шешеге кешірім сұраңыздар, қабылдаңыздар. Өйткені олар сендерді өсірді, олар сендерге тәрбие берді, олар сендерге сүйіспеншілік берді. Ренжіме, наоборот, оны қабылдап қамқорлаңдар. Өйткені мен мысалы өмір бойы осыны армандадым. Құдай осы жасқа дейін мені жеткізіп отыр да. Өйткені мен өмір бойы әке шешемді армандадым көру үшін. Өйткені ол маған өте қымбат та. Мен өмір бойы жалғыз болдым да. Именно жерде әкем пайда болды. Жақсы, рахмет. Сол соңғы сөзі ретінде, соңғы жігер ретінде Құдайдың сөзімен бөліскім келеді, иә. Сол сіздің өміріңізге қарап негізі Ишая пайғамбардың сөзінен оқып бергім келіп отыр осы аятты. Жалпы сізге де, не осы көрермендерге де, адамға. Ишаяның кітабында 49 тарау 15 аяттарда осындай керемет сөздер жазылған. Әлде әйел өз сәбиін ұмыта ала ма? Құрсағынан шыққан ұлын аямай ма? Анасы ұмытып кеткен күнде де мен сені ешқашан ұмытпаймын, Иерусалим. Көрермендер, сіздерді Құдай ешқашан ұмытпайды. Құдай әрқашанда сіздер туралы ойлайды және Құдайдың батасына осылай толысып жүре беріңіздер. Жақсы көрермендер, осымен біздің подкастымыз, осымен біздің былайша айтқан кезде әңгімеміз, қарапайым болған әңгімеміз, тып-тыныш отырып, тып-тыныш осылай кетеміз бе? Осылай, сондықтан да келесі осындай фильмдерді күтіңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де сіздерге Құдай жар болсын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.